Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү өтөтүн такырыбымыз көрсөткүчтүк теңсиздиктер. Эndi көрсөткүчтүк теңсиздик дегенimiz не? Айнымалысы дәреженин көрсөткүчүндө болатын теңсиздикти көрсөткүчтүк теңсиздик деп атайды. Көрсөткүчтүк теңсиздиктерди шешүү мына түргө келтирилет. Аның f от x дәрежесі үлкен аның g от x дәрежесі үлкен. Сәйкесінше аның f от x дәрежесі үлкен нетен аның g от x дәрежесі. Және де аның f от x дәрежесі кіші аның g от x дәрежесі аның f от x дәрежесі кіші неттен аның g от x дәрежесінен. Осындай түрдегі теңсіздіктерді шешуге келтіріледі. Енді ондай теңсіздіктерді шешу үшін мынадай тұжырымдар қолданылады. Бірінші жағдай. Аның f от x дәрежесі үлкен аның g от x дәрежесінен болса, онда егер а үлкен 1 болған жағдайда f от x үлкен g от x теңсіздігін аламыз. Яғни көрсеткіштік теңсіздік беріледі. Оны түрлендіру арқылы осындай бірдей негізге келтіріп аламыз. Аның f от x дәрежесі және аның g от x дәрежесі. Егер үлкен болса, яғни теңсіздік белгісі. Егер а бірден үлкен болған жағдайда, мысалы а деген 3-ке тең болсын, 4,5, 8,7 болған кезде, мысалы, онда f от x үлкен g от x теңсіздігін шешеміз. Ары қарай, екінші, аның f от x дәрежесі үлкен аның g от x дәрежесі болып, ал а дегеніміз ол 0 мен 1-дің арасында жататын болса, онда f от x кіші g от x теңсіздігін аламыз. Яғни теңсіздік бастапқыда берілген теңсіздік белгісі а деген 0 мен 1-дің арасында жатқан кезде қарама қарсы белгіге ауысады. Яғни мына жерде үлкен болып тұрғасын теңсіздік белгісі кіші деп ауысады. Немесе бастапқыда теңсіздік белгісі кіші деп берілсе, онда оған қарама қарсы белгі үлкен деп алмастырылады. Енді осындай теңсіздіктерді шешуге мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. 3-тің x дәрежесі үлкен 27-тен 1. Енді негіздері бірдей, теңсіздіктің екі жағын негіздерін бірдей етіп келтіріп аламыз. Яғни 3-тің x дәрежесі үлкен 27-тен 1 дегеніміз ол 3-тің минус 3 дәрежесі. Негіздері бірдей. А дегеніміз бұл жерде 3-ке тең болып тұр, яғни ол бірден үлкен. Сондықтан теңсіздік белгісі бастапқыда қандай болды, сол кейінде сақталады. Ары қарай, негіздері бірдей, онда дәреже көрсеткіштермен ғана жұмыс жасаймыз. X үлкен минус 3 болады. Яғни X тиісті минус 3-тен плюс x-тікке дейін. Плюс x-тікке дейін. Берілген теңсіздіктің шешімі осы болады. Келесі мысал. Так, мына жерге жазайын. Екінші мысал. Екінші мысал. Мынадай теңсіздік берілсін. 2-ден 1-дің 2x минус 3 дәрежесі үлкен 2-ден 1-дің квадратынан. Негіздері бірдей, түрлендіріп қажеті жоқ. Бұл жерде енді а дегеніміз бұл жерде 2-ден 1-ге тең болып тұр. Бұл 0 мен 1-дің арасында жатады, 2-ден 1 деген. Сондықтан бастапқыда берілген теңсіздік белгісі бізде үлкен деп тұр. Оған қарама қарсы белгіге ауысады. Сонда
негіздерін алып тастаймыз да, тек дәрежелерімен жұмыс жасаймыз. Сонда 2х минус 3 бастапқыда үлкен деп берілді. А дегеніміз 0 мен 1-дің арасында жатқандықтан теңсіздік белгісін алмастырамыз. Кіші 2-ден болады мына дәрежесін. Сонда 2х кіші 5-тен, х кіші 2,5-тен. 2,5-тен кіші аралық дейді. Сонда х тиісті минус шексіздіктен 2,5-ге дейін. Келесі мысал, үшінші мысал. Мынадай теңсіздік берілсін. 3-тен 2-ның 4 бөлінген х минус 3 дәрежесі үлкен 4-тен 9-дан. Негіздерін бірдей етіп келтіріп алайық. 3-тен 2-ның 4 бөлінген х минус 3 дәрежесі үлкен екінші жағында 3-тен 2-ның неше дәрежесі деп аламыз? 4-тен 9 дегеніміз ол 2-ден 3-тің квадраты, ал 3-тен 2-ның ол минус 2 дәрежесі болады. Енді 3-тен 2 деген сан негізі. Бұл 0 мен 1-дің арасында жатады. Сондықтан 4 бөлінген х минус 3 теңсіздік белгісі ауысады кіші минус 2-ден. Ары қарай 4 бөлінген х минус 3 плюс 2 кіші 0-ден, 4 бөлінген х минус 1 кіші 0-ден ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 4 минус х бөлінген х кіші 0-ден. Енді жеке-жеке 0-ге теңестіріп, алымында бөлімінде түбірлерін тауып алайық. х1 4-ге тең, х2 0-ге тең. 0-де 4. Таңбасын анықтайық. 0 мен 4-тің арасында 1 бар. Мына жерге 1-ді қоятын болсақ, х-тің орнына 4-тен 1-ді алам 3, х-ның орнына 4 қоям, 4-тен 3, ол оң сан. Бізге кіші аралық керек, мына теріс деген аралықты аламыз. Сонда минус шексіздіктен 0-ге дейін, 4-тен плюс шексіздікке дейін. Сонда теңсіздіктің шешімі минус шексіздіктен 0-ге дейін, 4-тен плюс шексіздікке дейін. Ары қарай келесі мысал. 4-ші мысал. Төртінші мынадай теңсіздікті қарастырайық. 9-дың х плюс 1 дәрежесі минус 3-дің х плюс 3 дәрежесі кіші 3-дің х дәрежесі минус 3. Енді 9-дың х плюс 1 дәрежесін 9-дың х дәрежесі көбейту 9 деп жаза аламыз. Минус 3-дің х плюс 3 дәрежесін 3-дің х дәрежесі көбейту 3-дің кубы. Кіші 3-дің х дәрежесі минус 3. Ары қарай 9-дың х дәрежесін біз 3-дің 2х дәрежесі деп аламыз. Себебі 9 дегеніміз ол 3-дің квадраты. Көбейту 9 минус 3-дің х дәрежесі көбейту 27. Кіші 3-дің х дәрежесі минус 3. Енді осы жерде жаңа айнымалы енгізейік. 3-дің х дәрежесі дегенімізді т деп белгілейік. Сонда мына жерде 9t квадрат минус 27t кіші t минус 3. Енді теңсіздікті барлығын бір жаққа жинақтайық. Сонда кіші 0-ден. Сонда 9t квадрат минус 28t плюс 3 кіші 0-ден. Кәдімгі квадрат теңсіздік шықты. Енді 0-ге теңестіріп дискриминантын табатын болсақ, дискриминанты бізде неше шығады? 28-дің квадраты минус 4 көбейтілген 9 көбейтілген 3 болады. Бұны есептейтін болсақ, дискриминанты 4 көбейту 9 көбейту 3.
676-ға тең болады. 676. Сонда Т1-Т2 дегеніміз Т1-Т2 28 плюс минус 676 ол 26-ның квадраты бөлінген 18. Бұл тең болады. Так. 28-ге 26-ны қосып 18-ге бөлеміз. 54 3 болады. Және 9-дан 1 болады. Енді Т бойынша теңсіздікті шешетін болсақ, 9-дан 1 және 3 бұл Т-ға қатысты. Кіші болса, берілген түбірдің арасы болады. Немесе арасынан санды қойып, бұл жерден 9-дан 1 мен 3-дің арасынан 1-ді қойып, мына жерде теңсіздіктің орнына қойып, тексеріп, таңбасын анықтауға болады. Немесе 1-ден осылай жазуға болады. Сонда 9-дан 1 мен 3-дің аралығы Т-ның. Енді бізде X-ке қатысты шешуіміз керек. 3-дің X дәрежесі тең 9-дан 1-ге, X-тен минус 2-ге. Ары қарай 3-дің X дәрежесі тең 3-ге, X-тен 1-ге. Бізде мына жерде Т-ға қатысты 9-дан 1-ден 3-ге дейін болды. Теңсіздіктің шешімі. Енді 9-дан 1 Т деген 9-дан 1-ге тең болған кезде X-іміз минус 2-ге тең болды. Сонда X тиісті минус 2-ден Т 3-ге тең болған кезде X-іміз 1-ге тең болды. Минус 2-ден 1-ге дейін. Сонда бұл теңсіздіктің шешімі минус 2-ден 1-ге дейін. Келесі 5-ші мысал көрсеткіштік теңсіздіктер жүйесін қарастырайық. 5-тің X дәрежесі үлкен 25-тен және 3-тен 1-дің X минус 8 дәрежесі кіші 27-тен 1-ден. Көрсеткіштік теңсіздіктер жүйесі де жеке-жеке жаңағы көрсеткіштік теңсіздікті шешумен басталады. 5-тің X дәрежесі үлкен 1-ден негізге келтіріп аламыз. 5-тің квадраты. 25 дегеніміз 5-тің квадраты. Ары қарай 3-тен 1-дің X минус 8 дәрежесі кіші 3-тен 1-дің кубы. 27-тен 1 дегеніміз ол 3-тен 1-дің кубы. Ары қарай негіздері бірдей 5-ке тең және ол 1-ден үлкен болғандықтан теңсіздік белгісі сақталады. Сонда X үлкен 2-ден деп дәрежелерін ғана, дәреже көрсеткішін ғана аламыз. Ары қарай 3-тен 1-дің X минус 8 дәрежесі кіші 3-тен 1-дің кубы дейді. X минус 8 үлкен 3-тен болады. Себебі 3-тен 1 негізі бұл 0 мен 1-дің арасына тиісті сан болғандықтан жаңағы теңсіздік белгісін алмастырамыз. Сонда X үлкен 2-ден болады, X үлкен 11-ден болады. 8-ді екінші жағына шығарамыз. Сонда 11 болады. Ары қарай 11. Сан аралығында белгілейтін болсақ, 2, 11, X үлкен 2-ден дейді, және X үлкен 11-ден дейді. Сонда X тиісті 11-ден плюс шексіздікке дейін.